Ko'sebek Mirzo, Ya, biz sizni xizmatingizga hamisha tayyormiz. Siz bizni mana shunday qo'llasangiz, hammasini muhayyo qilamiz, hammasini bajo keltiramiz. endi Turkiston mening qo'limda. Vali Sultan o'ldi. Endi Turkiston mening Ashsamalaxonimda. Jimsam, Jidramda. Atding. Kushiga qutulib ketibdi. O'zimda turib qashib ketdi. Ey, Sart. Sen de mening aydog'imda jurasan. Eğer ko'nglingdan chiqsang, yomon bo'lmaysan. Al ko'nglingdan chiqmasang, olacağın keyin ko'rajatarmiz. Sendir adam bağızlaganga qumarsыңдар. Al biz at qiyig'ini baylay salamiz. Uqdingmi? Nimalar deyapsiz Ko'sebek Mirzo? Siz nima desangiz shu bo'lg'ay. Al bar. Rahmet görünüz. Ey Jasaul, jiber. Assalomu alaykum rahmatulloh. Assalomu alaykum rahmatulloh. Ya Rabbim Allah. Bergel. Manani al da. Ya Mişbestan. Rabbim Allah. Canım pide etken yerlerde şehitler katarına ne? Manani al da. Közme görünbey jogal. Jaratkan iyem. Bizge kastıq kılgan düşmanlardın cazasın ber. Kerengsin bey. Al da közme görünbey jogal deyim sagan. Bizge kas bulganlarda taslığa gör. Düşmana ölüm. Yer için canım pide etken yerlerde. Kanga kan, körkemi veli için. Şehitler katarına ne de gör. Amin. Allahu Ekber. Koş bol töle. Mına jatkan kim? Yata, siz сұраған бала осы. Ныспысында ешкім білмейді. Өзде адамдармен араласпайды. Мінезі тұйық. Бұл текті жердің баласы. Көрдің бе? Аяқ қолын төрт тарапқа тастап жатқана, даланың төрт бұрышын билейім дегені болар. Ол қалайша Бията? Бұл бала малыңызды баққан малай емес пе? Assalomu alaykum Biyata. Уағалейкум ассалам балам. Есіміңді де ешкім білмейді екен. Ныспың кім? Өзің айтшы. Siz қалай атасаңыз, солай болсын. Немене? Біреудің айтқанымен жүретін өз еркің жоқ. Қолсың ба сонда? Сіздей бүкіл қазаққа ардақты. Адамның айтқанымен жүру құлдық емес, Бiyata. Солай де. Өзіңнің пошымыңда сабалақ екен. Ендеше атың сабалақ болсын. Болса болсын. Аузыңыз дуалы, сөзіңіз уәлі адам екенсіз. 8 ұлыңыз бар екенін естігем. Кенжеңіз Қожамшармен көңіліміз тату. Мені де 9-шы балаңыздай көрсеңіз болды. Сізге өмір бойы қызметімді аямаспын. Атекем деп сыйлап өтем. Сабалақ. Дәл қойдыңыз Бията. Сабалақтың киімін ауыстырыңдар. Астына жақсы ат беріңдер. Ендігі ол менің қасымда болады. Сабалақ, жүр.
Söyle Dosay Bey. Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деп жұбатар едік өзімізді. Бата тимей қата тиіп, мертіккен азаматымыздың соңынан келдік. Құнын әперіңіз төбе би. Ердің құны 100 жылқы. Алдымызға салып айдап берсін. Талабым сол. Құныкер, sen ne дейсің? Biz жақтан мына бала сөйлейді Құныкердің сөзін. Ба төбе би. Мен айтсам, ай мен аталас емеспіз. Күн мен баталас емеспіз. Бұлтпен бірге туысқан жоқпыз. Жауған жаңбырмен жуысқан жоқпыз. Құдайға шақпағыңды шақ дегеніміз жоқ. Түскен жайға адамды қап дегеніміз жоқ. Жай түсіп талай қасқамен жайсаң о дүниелік болған шығар. Сол үшін Құдайдан кім құн даулапты? Мен Құдай ісі үшін құн төлемеймін. Жүйелі сөзім жетеліге жетті ме, жетпеді ме көрерміз. Сіздің тура биде туған жоқ, туғанына бұрған биде иман жоқ деген сөзіңізді кәлимадан кейін айтып өскен бала едім. Білек кімдікі болса, киіз соныкі. Ауыз кімдікі болса, сөз соныкі. Не айтсаңыз да көнеміз. Кесімін енді өзіңіз айтыңыз би ата. Асқар тау кемшілігің бар. Асу вермейсің. Асау су кемшілігің бар. Өткел вермейсің. Досай би, кемшілігің бар. Сөз вермейсің. Жай түсіп қайтыс болған адамның құнын сұрама, кесім оса. Ныспың кім қарағым? Азан шақырып қойған ныспым байдалы. Даналығыңа сүйсініп отырмын. Билік айтып, майқы бидің ізін басқан жеткіншекті көрсем, көңілім марғаят. Болашақ сендердікі қарағым. Қане, қолыңды жай. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала. Өзегің талса, өзен бойын жағала, басыңа іс түссе, көпшілікті сағала. Өзіңе өзің кәміл бол, халқыңа әділ бол. Жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Аллаху Аумин. Келінің ақылды болса, балаң даналыққа жетеді. Әйел ердің бақты, ырыста, несібе де, қазына да әйелде. Осыны болжаған арғы бабам Бәйдібек балаларына келінді өзі таңдап әперген. Мына қыздар неге тосылды? Жүр, жөн сұрасайық. Армысыз ата? Армысыз. Бар болыңдар қарақтарым. Өркендерің өссін. Неге тосылдыңдар? Жөн осы деп ойладық. Мына құрбымыз тоқтатты, жолы болмай қалмасын деп. Сіздерді алыстан көріп едік ата. Бәлкім араларыңызда қол бастаған батыр бар шығар. Мүмкін араларыңызда сол батырға ақыл айтқан дана немесе қазаладан бар шығар деп көлденең өтпей күтіп тұрмыз. Бәрекелді. Ныспың кім айналайын? Ныспым Данагүл. Әкеңнің есімі кім? Қай ауылдансыңдар? Әкемнің есімі Алакөз. Біз мына Секім ауылынанбыз. Бақытты болыңдар айналайындар. Аман сау болыңыз ата. Сау болыңыз.
бар екен. Құдайы қонақпыз. А? Алда Құдай-ай. Қонақ күтер халімізді жоғыт енді қайттық, а? Әй, бәйбіше, сабыр ет. Сабыр ет. Ей, Әр Құдай-ай. қонақтың өзінің несібесі болады, бәйбіше. Данашта қайда кетті екен, а? Әй, бәйбіше, қоя тұр. Мына айраннан шалап істеп берсең де бір мәнісі Ей, болады. Құдайым-ай. Кім болды екен? Әй, қайдан келген қонақтар екен? Ял жоғар, сәл жоғар. Я. Ай, жаным-ай. Кеше тойдан терлеп шығып ем. Жел тиіп, желкем құрысық қапты. Қартаяйын дедік бе. Қайдағын айтпаңыз. Әлі бабыңыздасыз, отағасы. Солай де. Қойыңыз. Ұят болады, отағасы. Айтпақшы, кешегі той қалай өтті, отағасы? Құда тойға шашылыпты. Әй, бір өзін көрсеткісі келген екен. Мен де қалыспадым. Кенжеңнің насыбайына байлағаным деп бір жылқыны атап кеттім. Дұрыс болған екен. Бәрі шалқасынан түсті. Біліп жүрсін, менің кім екенімді. Байеке! Байеке! Бұғайсы? Кір! Ассалаумағалейкум, байеке. Айып еті көрмеңіз. Не болды жау шапқандай? Ауылға Төле би келіпті. Төле би? Иә, Төбе бидің ақ өзі. Ол қайдан жүр? Жаңа ғана ала көздің үйіне түсті. Қалайша? Мен тұрғанда жыртық үйлі кедейдің үйінде не бар? Сен жаңылыспадың бей? Соны айтам-ау. Жоқ, байеке, мен өз көзіммен көрдім. Ой, көзіңді сенің. Әкел ананы. Қазір, отағасы. Бара бер. Атты дайында. Міне Қоп, кейіңіз, байеке. шалбарыңыз. Тағы соғдап қалмаңыз. Қайшы сенді. Отағасы. Жина анауыңды. Әй, мына қойларың не? Тез жылқышыларға шап. Жиреннің үйірінен қысыр емген тай алдырыңдар. Ал сен қатын қайт. Құш жастықты алдырсын. Барқыт көрпелерді алдырсын. Айтпақшы, 2 сабақ қымыз алдырсын. Тез! Жарайды, байеке. Алла разы болсын, байеке. Төле би үйде ме? Үйде. Ішке кіріңіз. Ассалаумағалейкум, теке. Бияға, ауылымызға ат басын бұрып, көңілімізді көтеріп тастадыңыз. Төбеміз көкке жеткендей. Пейілдеріңе Алла разы болсын. Алайда ала көздің жай күйі келмей тұр ғой. Біздің үйге түскеніңіз ләзім болар еді. Үй таңдап түссем, қосқа қарап қонсам, әділдігім қайсы. Маған бай да бір, жарлы да бір. Жыртық үйдің құдайы бар, ауылға құтты қонақ ортақ қой. Сенің дәміңді татып отыр деп ойлағайсың, қарағым. Байеке, Бияға, бата беріңіз, тай келді. Ел тыныш, жұрт аман болсын. Несібеге орта толсын. Аллах. Әумин. әумин. Айтқаныңыз кесін бияға. Жодан қаш. Ала көз. Көргені бар жұрт, көш бастайды. Сенің көргенді қыздыңды көріп, көңілім толды. Менде ұл, сенде қыз бар екен. Данагүл деген қызыңа сырға тағып, өзіңмен құда болайын деген ниетім бар. Кесім өзіңде. О, не дегеніңіз? Төбе би, сізбен құда болу әркімнің маңдайына жаза бермес. Әрбірден соң бүкіл руымыздың мәртебесі. Алакөз, осы айтқаным жөн емес пе? Иә, Данагүл жалғыз қызымыз еді. Иә, Егер сіздің ұлыңыз өнегеңізді көріп өскен болса, біздің де ұлымыз болар, бияға. Иә. Періште аумин десін деп тілейік. Солай болсын. Бәрекелді. Айттым емес пе? Төбе би, қыздың жасауын, жөн жоралғысын өзім мойным алам. О жағын уайымдама Алакөз. Алла разы болсын, байеке. Иә, Алла разы болсын. Жақсылығыңызды ұмытпаймын. Дәмнен алыңыздар. Алыңыздар. Әкеліңіз, қымыз құяйын.
Хан ием, Болат хан келіп тұр. Кірсін. О, бармысың бауырым? Қош келдің, Болат хан. Кел төрлет. Ат көлігің аман есен жеттің бе? Құдайға шүкір. Жолбарыс хан. 10 мың қолмен ордабасыға жол тартып барам. Жошыдан тараған төре тұқымдары осындай кезде үзеңгі қағысып бірге барсақ, ел жұрт сүйсініп, дұшпандар күйініп қалмай ма? Я, жөн айтасың, Болат хан. Төлебейдің бұл бастамасы да көңілге қонымды. Тоз-тозымыз шығып, дұшпанға таба болғанша, қан майданда бірге шайқасқанымыз ләзім. Әттең. Бар қазақ бірігіп, жауға шабайық деген сөз біздің аузымыздан шықпағаны өкініштақ. Халыққа бізден көрі Төлебейдің сөзі өтімді болып тұр емес пе? Дәл қазір біз бармай қалсақ, айтқанға көнбей. Қиқарлық танытып жүрген Әбіл Қайыр ел арасында басқан болып абырой жинап кетпей ме? Ойымды дөп бастың, Болат. Соңғы кезде көкірек керіп, тіпті силаудан қалды. Аға деп, амандық сұрап, ат ізінде салмайды. Олай болса, бауыр боп. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жауға бірге аттанайық. Я, ертең жолға аттанайық. Барған соң, билердің де тамырын басып көрерміз. Ұлы хан болу, саған да маған да ұлы мәртебе. Бәрекелді. Менің де естімек сөзім осы еді. Әке, шақырғаныңызға қарағанда айтарыңыз бар ау. Жоңғарды түре қуып, арқамыз кеңейді. Бірақ жау қашанда жарасында. Ата жаудан басқа оңымызда Қытай, солымызда орыс, арқамызда аңдып қоқан отыр. Алпауытта алдау сұратудан басқа амал жоқ. Қазақтың болашағы алаңдатады. Жолан, балам, Қытай еліне елшілікке барасың. Қалауыңызға қарсы келген сәтім болған жоқ еді, әке. Бірақ алдымда жол үлкендер де, кішілер де бар емес пе? Сені жіберсем, олар сөзіме сеніммен қарайды. Кім баласын жамандыққа қияр дейсің? Сен жоңғар елінде аманатты болдың емес пе? Ол жағын жақсы білесің. Ұқтым, әке. Мен дайынмын. Қазыңа бұсырманды алдың. Ол көпті көрген ғой. Қытай имперіне деген сый-сияпаттың жағдайын жасап қойдың балам. Жақсы. Бәрекелді, Шапырашты Наурызбай батыр қол бастап келеді.
Алымын ол келе жатқан Қаракерей Қабанбай батырдың қолы. Баһадүрлерім, жеткен екенсіңдер ғой. Мені оңаша шақырғаныңа қарағанда Әбілқайыр, маған айтарың бар ау деймін. Төке, мен мұнда келер медім, келмес медім. Атарқасы қияннан ел болайық. Бір байрақтың астына жиналып ата жауымызға соққы берейік деген ұраныңызға үн қосып келіп қалдық. Бейсі қазақты аузына қаратқан төбе бейсіз. Жайшылықта тарыдай шашылып, басы қосылмайтын қазақтың жиылуының себепкері де өзіңіз. Пайымға салсаңыз, мынау жиналған қалың қолдың жартысынан көбі де менікі. Құдайға шүкір, басқа хандардың арасында да абыройым жаман емес. Ертең 300-ге бас болар хан сайлағанда да осыны ескерерсіздер. Басқа билерде қарсы бола қоймас. Сіздің сөзіңіздің өтетініне сенімдімін. Айтқаныңның бәрі жөн, Әбілқайыр хан. Ертеңгі болар ұрыста сенің қолың басты күш екені рас. Сондықтан да сөзіме құлақ ас. 300-дің біріккен әскеріне бас қолбасшы болып, өзің басқарып, жауды жерімізден қуып жеңіске жетсек, хандық қаша қоймас. Халық қалауы онсыз да саған түспек. Жақсы, Төле би. Бар тәуекел. Атеке, мен түнде бір түс көрдім. Ол түсімді мен өзіңізге ғана жортам деп шештім. Айта ғой, балам. Түсімде оң қолымды көтердім. Қолым ұзарып барып көкке тірелді. Сол қолым айға жетті. Көрген түсің жақсылықтың нышаны екен, балам. Абыройың асқақтап, мәртебең көтеріледі. Айың оңынан туатын сәтте алыс емес. Құдай қолдап, халыққа хан боларсың. Айтқаныңыз келсін. Әумин. Ал жортқанда жолың болсын, балам. Мен барайын. Алла, бір өзім қолдай көр. Әумин. Құран жерге қырық шатыр қонағымды жайғасам, пышақтан малым кетпесе, қазаным оттан түспесе, май жемесе, қонағым қан жемесе, барағым он кісіге жарасай, бір кісілік табағым. Ау бөке, осы құрғыр қалмақты қырып болсақ, бұрынғыдай жастықты еске алып, бір сауық сайран құрып қайтайықшы. Ей, Қабанбай, көз ашқалы осы жоңғарлармен қырқысып келеміз. Төбемен құртып жіберсек, іш қыса боп өлмейміз бе? Ау Бөгенбай батыр, сіздің әлі кішкентайыңыздың шілдеханасына келеміз деп жүрсек, бұныңыз қалай? Ассалаумағалейкум, игі жақсағалар. Ағалейкум ассалам, өрлет бауырым. Бұл жігітті түстей алмадық қой. Шын атым Әбілмансұр. Төле бидің берген есімі Сабалақ. Жөн екен. Төле бидің таңдауы түскен бала жөнінде естуім бар. Әз төленің көзі түскен жігіт сен болсаң, тегін емес екенсің. Батыр ағалар, өздеріңізден бата алғалы келдім. Ертең жауға шапсам айбыным болсын. Қабанбай батыр, жасың кіші болса да, сенің жоңғарға өткен екпінің көп қой. Жолымды саған бердім. Ал менің сыйым мынау болсын. Әумин. 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 Жауың жасқанатын, досың сүйсінетін болсын. Рухың айбарлы,
жүзің жайдарлы болсын. Еліңнің елеген ері көш бастар дананың бірі бол. Әумин. Ай көрдім, аман көрдім, баяғыдай заман көрдім. Ескі айда есірке, жаңа айда жарылға. Аумин, Аллаху Экбар. Ва алашым! Алта бала болса ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса төбедегі келеді. Бірлігіңді танытатын кез келді жұртым. Бай болсаң, елге пайдаң тейсін. Батыр болсаң, жауға найзаң тейсін. Кім екеніңді дәлелдейтін сәт туды елім. Ой, бәрекелді. Амин. О, қазақтың көбейі, үйсін төлі. Аллаға атаған ақ сарбасын қабыл болсын. Құдайға арнап шалғалы тұрған арғымағыңның аны мен шаны күллі халқымды пәле жаладан, шабынған жаудан, атылған оқтан сақтасын. Иллахи аумин. Ва шамағат! Асылдарым, елім деп еңіреген ерлерім мен бақадүрлерім! Қанға қан, жанға жан! Бұл ата ұраны ертең жоңғармен болар шайқаста бір Алла өзің қолда деп шалғалы отырған ақбоз айғырдың қанын ұстап ант етейік. Халқым үшін қанымда, жанымда құрбан. Әгер әки кімде-кім сертінен тайса, ант ұрсын. Жануарым, ұлы мақсат жолында өзіңді құрбандыққа шалдым. Бисмилля. Ант! Ант! Құран! Құран! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етем! Қане, қасиетті! Құран атымен ант етеміз! Ант! 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 Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант бермегенің өлгенің! Тумай туға шөккенің, қанды босқа төккенің, ант беріп тұрып сатылсаң, қазақтың асыл ұлдары, бұл дүниеде қор болып, жер бетінен арманда кеткенің. Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Ант етеміз! Бірлігі мықты елдің, түтіні түзу шат, малдың киесі, жердің иесі бар. Жердің иесінің кім екенін білдірер кез келді халқым. Антты бұзғандарыңда қан ұрсын, Құран ұрсын. Қанға қан, жанға жан. Қанға қан, қанға 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 жан. Жекпе-жек. Қазақтың менмін деген батыры шықсын. Ей, бұл кім өзі? Жоңғардың бас батыры Шарыш. Хәчу! Ва алашым! Төлебейдің сабалағы жар салады! Атам Абылай қаншер болған мен, рухына жауы бас иген. Сондықтан, ұраным Абылай! 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 Аллажар!
Araysın. Ордабасыда орын алған осынау ұлы құрылтай кеңестен соң бір тудың астына біріккен 300-дің батырлары мен сарбаздары жоңғарларға ойсырата соққы беріп, қазақ жерінен тықсырта қуа бастады. Осы бір келелі істің ұйтқысы болған кемеңгер тұлға, қарақылды қақ жарған әділ қаза, сөзге шешен саясаткер, 300-дің төбе биі, Үйсін Төле би болады.